Сәтсіздік уақытша құбылыс. Бұл ережеге байланысты қандай да бір шектеулер болуы мүмкін. Өздеріңіз сияқты біраз адам бұл өмірде табандылықтың маңызының қаншалықты жоғары екенін тәжірибе арқылы да білуі ғажап емес. Олар сәтсіздікті алдамшы дүние ретінде қабылдап үйренген. Сәтсіздікті табандылықпен қарсы алып жеңе алады. Шетте бақылап тұрған біз сияқты адамдар салғырттықтарының кесірінен құрдымға кеткендердің қайта бас көтере алмағанының да куәсі болдық. Сондай-ақ сәтсіздікті өздерін алға жетелейтін, шабыт беретін үміт ретінде де қабылдайтындарды кездестірдік. Мұндай адамдар өмірдің көлеңкелі жақтарын ешқашанда қабыл алмайды. Бірақ біздің көре алмайтын, тіптен оның бар екенін сезе алмайтын бір нәрсеміз бар. Ол іштей тыныш жатқан алға талпынғандарды қамшылап отыратын тылсым құдірет. Бұл құдіреттің аты табандылық. Ал біздің еш шүбәсіз білетін бір нәрсеміз, адамда табандылық болмаса өмірдің қай саласында болмасын көңілге қонарлықтай нәтижеге қол жеткізе алмайды. Осы жолдар жазылып жатқанда кітаптан басымды көтеріп алға көз жібердім. Көзіме түскені аты шулы Бродвейдің үзілген үміт аралы мен мүмкіндік жел қайғы. Атақ-даңқ, табыс, билік, махаббат, тіпті табыс деп атауға келетін барлық нәрсені іздеп, осы Бродвейге дүние жүзінің түкпір-түкпірінен ағылып адамдар келіп жатады. Кейіннен біз осы топтың арасынан бір адамның сытылып шығып, Бродвейді табандырғанын естиміз. Алайда Бродвейді табандыру сіз ойлағандай оңай шаруа емес. Ол тек дарындыларға, данышпандарға ғана құшағын айқара ашып, сол арадан өлмей кетпеймін деп табандап жатып алғандарға ғана байлықты молынан үйіп төгеді. Кейіннен біз әлгі адамның Бродвейді қалай бағындырғаны туралы оқып білеміз. Ал оның қалай бағындырғаны құпия, дегенмен ол ерлік, табандылық деген сөзбен үнемі табысып жатады. Мұндай құпия туралы ұлы ақ жолды табындырған Фенни Херст туралы әңгімеде де кеңінен сөз болады. Ол Нью-Йоркке 1915 жылы жазу сызуы арқылы мол байлыққа кенелсем деген арманды арқалап келген еді. Бірақ бұл ол үшін оңайға түскен жоқ. 4 жыл бойы Херст ханым Нью-Йорктың жаяу жүргінші жолы туралы көрген білгендерінен естіп хабардар болады. Ол күндіз жұмыс істеп, түнде армандаумен күнін өткізеді. Сенімі азайған кезде де жарайды, Бродвей сен жеңдің деп қол қусырып қарап отырмай, керісінше, Бродвей мен басқалардай емеспін, сен мені жеңе алмассың деп оған қасқая қарап тұрды. Бір баспагер оның жазғандарын 36 рет қабылдамай қайтарып жібереді. Бұл Херст ханым бөгеттерді басып өтіп, жазғандарын бастырғанға дейін жалғасқан еді. Басқа адам болса бір рет жоқ дегеннен-ақ қолды бір сілтеп кете берер еді. Ал Херст болса 4 жыл бойы табанынан тосса да бастаған ісінен бас тартпады. Сөйтіп оның да айы оңынан туды. Тағдырдың сынағынан мүдірмей өтті. Осы кезден бастап баспагерлер оның есігіне маза бермеді. Ақшаның бірінің артынан бірі судай ағылып келгені сонша, ол тіптен санап та үлгермеді. Кейіннен оны кино саласының мамандары да байқады. Ал бұл оның табысын одан сайын арттыра түсті. Осы жолдар арқылы табандылықтың сізді қайда алып баратынын қысқаша баяндап берді. Фанни Херст соның бір айғағы. Адамдар қай жерде байлық жинамасын, оның барлығы тек табандылық арқылы келетін естен шығармаған жөн. Бродвей кімге болмасын бір тілім нан мен бір ұрттам су ұсына алады. Алайда онда байлыққа қол жеткізу үшін қатты тырысу керек және үлкен табандылық қажет.